Жасым 24-те. Былтыр өзім танысып, ұнатқан жігітке тұрмысқа шықтым. Мен қаланың қызы, ол ауылдың баласы. Басында қалай болар екен деп аздап уайымдаған едім. Жігітім біз қалада тұрамыз, ауылда тұратын келін бар, ол жағына бас қатырма деп көңілімді сейілтіп қойды. Содан екеуміздің ата-аналарымыз кездесіп, танысып, той жиынды өткізіп, отбасылық өмірді бастап жібердік. Көктемде отау құрғанбыз. 2 ай ауылда өмір сүрдік. Атам да, енем де жап-жас әлі. 60-қа енді аяқ басқан кісілер. Бірақ екеуі жұмыс істемейді. Азаннан кешке дейін кімнің үйінде құдайы тамақ, кімнің үйінде құдалық соларды аралап жүреді. Қол босай қалса, екеуі 2 диванға жайғасып алып телесериал көреді. Ал жастары одан үлкен менің әке-шешем әлі қызметте. Денсаулық бар да еңбек ету керек деп балаларына болысып жүр. Мені біреулер бара сала ата-енесінің бойынан мін іздепті деп сөгетін шығар. Мұның бәрін кейін саралап көңілге түйдім. Басында оларды өз ата-анамдай көріп, ізетімді жасап жүрдім. 2 ай тату-тәтті өмір сүрдік. Күз келіп менің оқуым басталарда қалаға кеттік. Қаладағы үйде тұра беріңдер деп атамыз көшіріп әкеліп үйге орналастырып кетті. 3-ші курста оқимын. Бір күні туыс әпкем өзіне жұмысқа шақырды. Жұмыс кестесі сенің сабағына кедергі келтірмейді, компьютерде отырасын, аса ауыр емес дегесін қуана-қуана келісімімді бердім. Сол жұмысқа кіргенім енді өзіме сор боп тұр. Келіндеріңіз сабаққа да, жұмысқа да үлгеріп жатыр деп күйеуімнің айтқаны сол еді. Дұрыс бопты, айлығы қанша екен деді атам. Дені дұрыс адам алдымен құттықтап, сабағынан қиналып қалмайсың ба деп сұраушы еді. Бір түрлі болып қалдым. Айлығымызды жақсылап сұрап алды. Күйеуімдікін де қайталап сұрап пысықтап алды. Арада көп өтпей күйеуімнің басы салбырап келіп тұр. Мен айлығымның жартысын үйдегілерге салып тұратын болдым. Екеуінде табыс тауып жатсыңдар, тұратын үйлердің тегін, артық ақшаны бізге жіберіңдер, мал алып байлаймыз деп айтыпты. Басында мейлі, мал басы көбейсе қосымша ақша болады ғой, ертең жинап-жинап жақсы бір көлік сатып аларсың деп қуанып қалғам. Сөйтіп ауылға 1 миллиондай ақша жөнелтіп қойдық. Олар жіберген ақшаны жинақтап, бірнеше бұқа алып бағып жатқан. Бір күні күйеуінің жұмысындағы жігіт мініп жүрген машинасын арзан бағаға сататын боп үйге қуанып келді. Ертең ауылға барып бұқаларды сатайық деп көңілденіп қалған. Ауылға барып аң-таң боп қайттық. Біздің ақшаға алған малдың бәрін сатып, атамыз үлкен қайнағамыздың үйін ремонттауға беріп жіберіпті. Не қыласыңдар машинаны, аған ертең қызын ұзатайын деп отыр, үйін жөндеп алсын деп дүңк етті. Менің де күйеуім жуас екен, бір ауыз қарсы сөз айтпай басымыз салбырап қайттық. Менің айлығым аса көп емес. Дипломы жоқ адамға кім көп төлесін? Әйтеуір күйеуімнің бір жағына шығысайын, қалада өмір сүру оңай емес қой деп, таңнан кешке дейін тынбай еңбек етіп жүрсем, атамыздың істеп отырғаны мынау. Кәдімгідей ашуланып қалдым. Бірақ күйеуіме ештеңе демедім. Көңілін қалдырғым келмеді. Сөйтіп жүргенде менің аяғым ауырлады. Заңды түрде декретке шығып, оған мемлекеттен бөлінетін жәрдемақыны күтіп жүрмін. Енді жас отбасы болған соң оны жоспарлап жүргеніміз тағы бар. Енді сонымды біліп алған атамыз күнара баласына хабарласады. Келін декретный ақшасын қашан алады? Мұртын бұзбай менің қолыма әкеп салыңдар. Бәрі осы отбасымыздың игілігі үшін, майда шүйдемен құртып қоясыңдар деп айта береді. Басында бұл әңгімені абысындар арасында талқылауға ыңғайсызданып жүргем. Бір күні шыдай алмай сұрадым. Сөйтсем үлкен абысыным үйі бітіп, бөлек кеткенше айлығының 1 тиынын алмай атамыздың қолына салып берген екен. Қара шаңырақтағы абысыным әлі күнге дейін сөйтетінін айтты. Сендер қайта жарты айлықтарыңды өздеріне жұмсап отырсыңдар ғой деп қызғаныштарын жеткізді. Мен аң-таң болдым. Айтпақшы, әлі біздің дүниеге келмеген баламыздың жасына толғанға дейінгі жәрдемақысында беруіміз керек екен. Оны да әңгіме арасында айтып қалғанда тіптен таң-тамаша болдым. О заманда бұ заман келіннің жөргек бұлына жармасатын еркекті бірінші көруім. Құдай баланы береді, оны сен 9 ай қиналып жүріп табасың. Мемлекет ана мен бала үшін солардың қажетіне жаратсын деп ақша береді екен. Оған айдаладағы қайната иемденіп алама сонда? Мейлі алған ақшамызды ұқыптап жинап, өзіміздің жеке баспанамызды алуға жұмсаса дейсің ғой.
Ал ол кісі қара шаңыраққа ремонт жасаймыз деп отыр екен. Ол ғана емес, ауылда отырып менің барған келген жерімді құрбы-құрдас ұжым мен төркінімде болатын той жиынның біріне қатыстырмайтын жағдайға жетті. Не бар, қайтыңдар, бармайсыңдар, әлі жассыңдар, той не теңдерін деп алдын ала ескертіп отырады. Қазір апта сайын демалыс күндері ауылға қатынаймыз. Босанатын уақытым жақын, жол жүре беру маған да қиын. Бірақ оны түсініп жатқан ешкім жоқ. Бір жағынан үлкендердің айтқаны ғой деп сыйлаймын, қоя саламын. Бірақ барған сайын баласын емес, мені қайнатамның қатты қадағалауға алғаны шошытады. Осындайда күйеуімнің жуастығына жыным келеді. Сәл бірдеңе десең қоя берші, әкеміздің үйінде тұрып жатырмыз ғой деп шығады. Ал біз ай сайын сол үйде тегін тұратынымыз үшін айлығымыздың жартысын уақытынан кешіктірмей жіберіп отырмыз. Пәтерде тұрмағанда несі қалды? Біздегі жағдайды менің ата-анам естіді. Олар да аң-таң. Бірақ бірдеңе деуге ұялып, сен енді сол әулеттің адамысың ғой, біз не дей аламыз оларға деп отыр. Кейде күйеуім емес, қайнатама күйеуге тигендей сезініп кетемін. Мені сыртымнан бақылап, күйеуім арқылы бұйрық беріп отырады. Айтпақшы, келін биыл дипломын алса, екеуін де ауылға келіп бізбен бірге тұрасыңдар, қаладағы үйді жалға береміз деп айтыпты. Жыным шығып отыр.